Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен медовик тортын дайындаймыз. Бұл медовик торты өте оңай жасалынады, оқтаумен жаюды қажет етпейді, әрі кремі де өте оңай, тез дайын болады. Торт өте қарапайым әрі қолжетімді, менімен бірге жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, коммент қалдырып отырыңыздар. Ең алдымен орташа отта қызып тұрған табаға 100 грамм әсел саламыз. 1 шай қасық толтырмай ас содасын саламыз. Екеуі аппақ масса болғанша көпіргенше араластырамыз. Түсі сары немесе одан да қоюлау болған қаласаңыз, көбірек осы кезде араластыруға болады. Оның үстінен 300 грамм сары май қосамыз. Сары май толық еріген соң оттан аламыз. Бөлек ыдысқа 6 жұмыртқа, оның үстіне 2 стакан шекер саламыз. 2 стаканның көлемі 200 мл. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Ал массаны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Онан соң жұмыртқа бірден ыстыққа пісіп қалмау үшін 1 стакан ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. 2 стаканның көлемі 200 мл. Барлық ұнды осы стаканмен өлшеп саламыз. Бірінші стакан ұнды салып жақсылап араластырдық. Енді балды массаны жаймендеп құямыз, өйткені ол ыстық. Сондықтан бірінші 1 стакан ұн қосып араластырып алдық. Барлығы біріккенше жақсылап араластырамыз. Енді екінші стакан ұнды қосамыз. Да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қандай түйіршіктері қалмайтындай етіп араластыру қажет, және ұн міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Екінші стаканнан соң 3-ші стакан ұнды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Осы 3-ші стакан ұннан кейін қамырдың сұйықтығын, қоюлығын қарайсыз. Дегі жұмыртқаның көлеміне және ұнның тығыздығына байланысты ұн тағы да қажет болуы мүмкін, немесе осы 3-ші стаканмен жеткілікті болуы мүмкін. 3-ші стакан ұнды мұқият араластырып алдық. Менде қамырым кішкене сұйықтау болды. Енді 4-ші стакан ұнның жартысын ғана қосамын. Біздің қамыр қатты қою болып кетпеу керек, және қатты сұйық болғанда болмайды. Ұнды аз-аздан қосып отырып, жақсылап мұқият араластырамыз. Алды масса тез қоюланып қалады, сондықтан бізге қатты қою масса қажет емес. Осындай масса болған кезде ұн қосуды тоқтатамыз. Жалпы көлемі 3,5 стакан ұн жаратылды. Ұн формасын 4 бұрышты немесе дөңгелек етіп жасай беруге болады. Бұрыштар 170 градуста 7-8 минутта пісіп шығады. Енді крем дайындаймыз. Тортқа кез келген кремді пайдалануға болады. Бұл жерде қаймақ пен вареный сгущенканы ең қолжетімді кремді пайдаландым. Кремді қаймақ пен вареный сгущенка екеуі біріккенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Крем дайын. Көріп тұрғандарыңыздай корждарымыз өте жұмсақ. Менде жалпы көлемі 6 корж шықты. Тегі шығу үшін шет-шетін кесіп, шетіндегі қалдықтарынан крошка жасаймыз. Тортты жинаймыз. 5-6 ас қасықтан кремді сала отырып, барлық жеріне жағып, тортты толығымен жинап шығамыз. Торттың корждары өте жұмсақ, сондықтан кез келген креммен жасай берсеңіздер үйлеседі. Балық креммен, сливкимен жасалынатын кремдермен өте жақсы келеді. Дегі қалдықтарын майдалап, осылай барлық жеріне сеуіп шығамыз. Ол үшін силиконды күрекшені пайдаланған өте ыңғайлы болады. Қалған ұнтақты барлық жеріне сеуіп, тортты 2-3 сағат холодильникке қоямыз. Тортымыз дайын. Торт сөзсіз жұмсақ әрі дәмді. Сіздер де жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған салтанат. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.